Марс 1-2 маусымда омартада. Қызыл планета М44 ретінде де белгілі омарта шоғыры арқылы өтеді. Бұл танымал шашыраңқы жұлдыз шоғыры бізден шамамен 600 жарық жылында Шаян шоқжұлдызында орналасқан. Дүрбі не шағын телескоппен керемет көрініс байқалады. Тат түсті Марс дискі маңында әлсіз жұлдыздар жымыңдайды. Ай бойы күн батысымен Марс пен шолпанның жақындасуын бақылаймыз. Арыстанның жүрегі жарқыраған ақшыл көк жұлдыз Ригул да осы төңіректе. Ал 20-22 арасында бұл маңнан жіңішке ай орағы өтіп, 21 маусымда кешке тіпті тамаша топ құралады. Таңғы аспанға назар аударсақ, алагеуімде Сатурн мен Юпитер көрінеді. Сақиналы ғаламшар түн ортасы ауа шығып, жарқыраған Юпитерді жаңа күнге жетелейді. Таңғы бозторғайлар оларды ай бойы аспанның шығыс жағынан күн шықпай табады. Ал 14 маусымда Юпитер ай орағымен бірге туады.